Өткенде автомектептердегі біздегі заңдастырылған жемқорлықты тоқтату керек деп мен комитетте айтқанмын. Содан бері біраз уақыт өтті, бірақ біздің атымызға келіп түсіп жатқан шағымдар көп емес, азайған жоқ. Сіздерге әріптестер қарапайым бір мысалмен жеткізейін. Қазір жүргізуші куәлігін алу үшін әрбір азамат 2,5 ай автомектеп базасында автомектептің автошколаны тіркеледі, толық курс оқуға міндетті, ол дұрыс енді. Бұл үшін әркім соған байланысты оқу ақысын төлейді. Бірақ одан бөлек автомектептің ішіне кіре берсе жеке бір QR код тұрады бізде. Сен соған 8,5 теңге төлеуге міндеттісің, ол автомектепке де қатысы жоқ. Енді есептеңіздер, жылына шамамен 670 мың адам бізде жүргізуші куәлігіне тапсырады. Әрі қайсысы 8,5 теңгеден төлесе, бұл жылына 5-6 миллиард теңге деген сөз. Бірақ сол 5-6 миллиард теңге кімнің қалтасына кетіп жатыр? Бұл ақша үкіметке де түспейді, бұл ақша МВД-ның жүйесіне де түспейді, ашық есепте жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша бұл қаражат шетелде тұратын А есімді жекелеген тұлға бар, соның қалтасына түсіп жатыр. Бұл ашық түрде қалыптасқан көлеңкелік қаржы айналымы және ықтимал лоббистік схема емес пе? Автомектептерді әр азаматтан міндетті түрде ақша жинауға кім мәжбүрлеп отыр? А есімді азаматтың бір өзінің шамасы жете қояды деп мен ойламаймын, яғни оны жоғарыда қорғап отырған біреу бар. Санжар мырза, мендегі сұрақ: бұл заңсыз қаржы айналымын қашан тоқтатасыздар? Бұдан бөлек ресми тексеріс жүргізуге уәде бергенсіз. Қашан бастайсыз?